Қоғалыкөл ауылы ұлы жібек жолы бойындағы бай тарихи ескерткіштері мен құнды болса, алғашқы алашқа қызмет еткен зиялы азаматтарымен де мақтана алатын тарихи мекен. Ақжанова Рақия Бағымбек қызы Құдай қосқан қосағы Оспанбай ақсақалмен бірге сары суды жайлап қой баққан, қой төлдедуден жоғарғы көрсеткішке жеткен. Оспанбай ақсақал шопан болумен қатар жүйрік атты баптап, ат бегілімен аты шығып, Оспанбай буырыл атты жүйрікті талай бәйгеден келтірген. Жалған дүниеге шара бар ма? Жалғыз ұлы Шәкен жар мен бала қызығын көре алмай кетті. Рақия Бағымбек қызы қазір 92 жаста. Аллаға шүкір, немересі Сәду мен келіні Нұргүл мен немерелерінің қызығын көріп отыр. Рақия әже қолөнер шебері, ер тоқым әбзелдерін жасаушы, халық әндерін орындаумен қатар суырып салма ақындығымен аты шыққан кісі. Қазалының кеңдік дейтін жерінде туып өстім. Әкем армияға кетті сол жерден. Сонан кейін біз бір жылдан кейін 46-шы жылы Тасбөгетке келіп, жаңағы каналды қаздық. Каналды қазып, сол жерден жақсы атақ алып, ол кезде Бектасов дейтін Серікбай дейтін секретары бәрі мынау Нартай менен Күндебай дейтін де ақындар менен бірге болдық. Бірге жүріп, бірге тұрдық сол жерде. Бірақ мына қыштың таңның соғылған қышына шейін жаңағы мақтайтын сол әстерді дегенде соларменен бірге жүріп, бірге тұрдық. Оның 47-ші жылдары әкем армия 46-ші жылы әкем армиядан келді. Армиядан келгеннен кейін осы совхозға, осы Жамбыл совхозына ол кезде ортақшы жаңағы Сталин деп аталатын тұғын бұл совхоздар. Соған келіп әкем қой бақты. Сосын біз де осы жаққа көшіп келдік. Семьямызбенен енді жаңағы. Ол кезде күйеуге тимеген кезіп, самасы 25-тер ма, 26-лар ма, сол шамасындамыз енді. Осы жақта жүріп, 47-ші жылы жаңағы күйеуге тиіп, осы жақта сонан жаңағы қыздарды тудық. 25 жыл қой бақтық, осы совхозда. Қой бағып, бір сүлетте балам өлді. Жалғыз балам бар тұғым. Балам өлді. Сонан шалым өлді. Бір жылда шалым менеп, баласы екеуі ананың күйеуі менеп шалым өлді. Соны менен өш жерде 41 жыл болыпты, өш жерде отырғаныма. 41 жылдан бері әйтеуір оттың басы ана, мына немеренің қолында отырмын. Құдай деп. Енді мен мұны матқан айтайын. Көрген білгенім сол совхозда 1800 жапонменен бірге жұмыс істеп, олар кетіп келіп, біз жаңағы неде пәрдебес болып істейм, 2 жыл пәрдебес болып істедім. Сонымен осы совхозға келдім. Күйеуге тигеннен кейін. Bir жылда екеуі опат болып баламенен. Соныменен айтатын өзі әңгімеде жоқ. Қазір
97'de çıkan dedim. Unutupta kalam. Çok iyi şey koydum. Kader etkandı kaderim tıkpalam. Sonra endi menin aytaklığım. Söyle teleme jalgıdan, deryaday şalıkıp şalgam. Tüzük turunu körünür, timiz kavsiz şargım. Yedi jurtuna buzullar, kıyamat etsin zarfınan. Şunu men alsam kevdege, kara tas suday balkağam. Tausılmaz kaynar kenedim, keşigav yüzük menedim. Jıldalgan bayrak aldınan, kişide jıldın kencesi, döytürandı şömekey, şıkkan bir vazor valkıdam. Kayının katlep dedim, ölümün akkan közüdüm. Söylerde sözge kirgenday şiirdim, kırgana oy terdim. Yesigen derdi yemrentip, özegin ottay görsedim. Söylerde sözge kirgenday kızıldatıldı bizedim. Tüytüp dav жүрген rekeğin ay. Terede nöbet oy kezegin deyt. Yarkın bolsun tangdarın, orundalsın koygalgan maksatın menen armanın. Mertebesiz beyitте көрсете берсін балдарың, ұзақ өмір жасасын Құдайда берген жандарың. Жайлауыңды жаңғыртып мыңғыра өссін малдарың, кетпес дәурес кең пейіл берсін Алла жаныңа. Кемел ойлы кемеңгер, кеңір болсын бағыңа. Күйеу мені алағатты ұлық отырсын өзіңнің соққан тағыңа. Күйеу менен көркейіп, ем менен жетіліп шыға бұрай тауына. Құдай егжат достармен тәттілігің балдай бол, аруана нардай бол, Алла берген бақыттан бейне мұңсыз жандай бол.